Қайырлы күн баршаға. Жаздың ыстық күндері салқындықты аңсайсыз ба? Бүгін сіздермен шөлді қандыратын тамаша сусын бидай көже рецептімен бөлісемін. Даланың қоңыр бидайы, қолдың айран мен құрты, балғын райхан жапырақтарымен үйлескен рецепт. Қолдау мақсатында міндетті түрде каналыма тіркеліп өтіңіз. Бізге ең алдымен бидай қажет болады. Мен 300-350 грамм бидайдан бір кастрюль бидай көже жасадым. Бидай көже қою болғанын қаласаңыз, бұдан да көбірек бидай қоссаңыз болады. Бидай піскен соң жарылып 2-3 есе көлемі өсетінін ескеріңіз. Бидайдың арасында шөп, тас бөліктері болуы мүмкін, сондықтан алдын ала жақсылап тазартып алыңыз. Артық тастарын алып болған соң бидайды жақсылап су ағарғанша жуып аламыз. Сумен жуған кезде судың бетіне бидайдың арасында араласқан шөп бөліктері, тастар да қалқып шығады. Оның бәрі төгіп тастаймыз. Мен осылай жақсылап тазалап, бидайды 3-4 рет жуып алдым. Енді үлкен кастрюлемізге су толтырып, оттың үстіне қоямыз. Мендегі кастрюльдің көлемі шамамен 5 литр. Жақсылап тазартылып жуылған бидайымызды саламыз. Енді кастрюлеміздің бетін жауып, қайнағанша күтетін боламыз. Суымыз қайнауға жақындағанда қақпағын ашып қойыңыздар, себебі көтеріліп тасып кетуі мүмкін. Және де бетіне осындай ақ көбігі шығатын болады. Міне біздің суымыз қайнады. Енді бетіне шыққан көбігін көбік алғышпен алып тастаймыз. Содан соң дәміне қарай тұз қосамыз. Мен 1 ас қасық тұз қосып араластырдым. Енді оттың астын жай қойып, қақпағымызды жартылай жауып, шамамен 10-15 минуттай қайнатып аламыз. Сосын отты өшіреміз де қақпағын жауып қоямыз. Бидай толықтай суиды және де жарылатын болады. Мінекей видеода көргендеріңіздей бидайымыз толықтай суыды, көлемі тіпті 3 есе үлкейді, дәндері жарылып жұп-жұмсақ болды. Енді бір кесеге құртымызды салып аламыз. Үстінен ыстық қайнаған суды құямыз. Шамамен жарты сағатқа қалдырамыз, құртымыз толықтай жібуі қажет. Енді майлы және қою қолдың айранын қосатын боламыз. Мен алдын ала баклажканың ішіндегі айранды шайқап-шайқап қостым. Сонда көжемізге айран толықтай жақсы араласатын болады, арасында іртік-іртік болып бөлініп қалмайды. Енді бидай көжеге райхан жапырақтарын қосамыз. Райханды алдын ала жуып алдым. Райхан қосылған бидай көженің иісі өте керемет болады. Сіздерге де міндетті түрде райхан қосуға кеңес беремін. Әрине өз қалауыңызша қосыңыз. Қышқыл жасыл алманы да қосуға болады. Мен қайнаған суға батырылған құртымды езіп алдым. Содан соң көжеге құйдым. Мен дәміне қарай тағы да қосымша айран қостым. Осылай айранды алдын ала жақсылап араластырып аламыз. Бір кастрюль көжеге шамамен 1-1,5 литр айран қостым. Көженің дәміне қарай, егер тұзы аз болса, қосымша тағы тұз қоссаңыз болады. Міне біздің бидай көжеміз дайын. Көжені ішер алдын тағы да холодильникке салып қойыңыздар 1-2 сағатқа. Салқындатып ішсеңіз, одан да дәмдірек болады. Міне біздің бидай көжеміздің жасалу жолы осылай. Құрамы өте қолжетімді заттардан тұрады. Өте пайдалы, жазғы кезге әсіресе шөлді қандыруға таптырмас сусын. Ал сіздер бидай көжені қалай жасайсыздар? Комментарий бөлімінде жазып қалдырыңыздар. Қолдау мақсатында каналыма тіркеліп, лайк пікір қалдырыңыз. Келесі кездескенше сау болыңыз.